Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен осындай жаздық әдемі көйлектің жағасын өзгертетін боламыз. Яғни клиентіміздің өтініші бойынша біз мына жағасындағы манжетті алып тастаймыз. Мына өзінің тігісі бойынша осы жерден сөгіп алып тастаймын. Мына жер өйткені кішкене созыңқырап кеткен, көрдіңіздер ме? Сондықтан оның орнына осылай кружева салатын боламыз. Кружеваның оқысы жалпағын алып қойған екен, сондықтан бұның біз осы жартысын ғана осындай пайдаланатын боламыз. Қалған артығын қиып алып тастаймын. Бірінші кезеңде мен қазір жағаны сөгетін боламыз. Міне өзінің тігісі тұр. Осы жерден айналдырып жағаны сөгіп алады. Алдында айтқандай бізде кружевамыз жалпақ болып тұр. Сондықтан мен мына жерден 2 см қысқартып тастаймын. Осы жерден белгілеп сызып алдым, міне 2 см. Соны қиып алып тастаймын. Одан кейін ары қарай міне осылай қиып жіңішке ертіп алдым, қараңыздар. Енді осы екеуін былай бір-біріне біріктіріп мына жерін тігіп аламын. Міне өздеріңіз көріп отырғандай мен мына жерде жағасын барлығын сөгіп алып тастадым. Мына жерде тігісімен ғана қалды, иә. Міне мынаны біз осылай кружевамызды осылай ортасын қосып тігіп алдық. Енді мына тігілген бұрышын, мына осы тігілген жерін, мына тігілген көйлектің шет жағы тігісі бар ғой, иық тігісі. Соған қаратып қоямыз. Мына лицевая сторонасы, мынаны лицевая сторонасы. Осыған қаратып, осылай қоям. Екеуін бір-біріне. Сосын ине қыстырам. Міне, осылай айналдыра мен қазір ине қадап шығам. Бұндай жағын мен бұрын тік көрмегем. Сол бірінші рет тігейін деп жатырмын. Қазір осылай айналдыратын тігіп алам. Оверлокпен. Содан кейін оң бетіне қаратып бір тігіс жүргізем. Сонымен жағамыз дайын болады. Болғаннан кейін мына тігісті былай сыртқа қарай аударамыз. Сонда бұл оң бетіне тұрады. Көрдіңіз бе? Осылай оң бет болып тұрады. Міне. Содан кейін мына үстінен 0,5 пен или 0,2, 0,1 мен тігіс жүргіземіз. Сонда көйлегіміздің жағасы осылай әдемі болып шығады. Міне қараңыздар, сонда тігісіміздің бәрі аккуратно әдемі болып шығады. Одан кейін біз бұны оң бетіне осылай аударғанда мына жағымыз әдемі болып тұрады. Міне қараңыз, айналдыра оверлокпен жүргізіп шықтым. Мына көйлектің мынау сыртқы беті, яғни лицевая сторонасы, көйлектің сыртқы беті, көрдіңіздер ме? Осыған мен айналдыра тігіп шықтым. Енді мына тігісімізді былай сыртқа қарай айналдырамыз. Сыртқа қарай айналдырып, мына түбінен тігіс жүргізіп шығам, әдемілетіп. Міне осылай. Көрдіңіз бе? Тура осы жерден тігіс жүргіземіз. Сонда осылай айналдыра жүргізіп шыққаннан кейін әдемі болып шығады. Осылай үстінен осылай аласыздар, ине қадап алып, осылай жүргізіп шығамыз. Көрдіңіз бе? Міне былай қарап тұрды, соны бері қаратамыз. Осылай оң бетіне қаратасыздар да, осылай тігіп шығасыздар. Сонымен көйлегіміздің жағасы дайын болды. Міне осылай айналдыра бар жеріне ине қадап шықтым. Көрдіңіздер ме? Ішке қайырып 0,1 мен қазір 0,5 пен тіксеңіз де болады. Осылай айналдырып алдым. Қазір жай тігіспен түзу тігіс жүргізіп шығам осылай. Бері қарай айналып кетпеу үшін. Қараңыздар, сонымен жағамыз дайын. Осындай әдемі болып шықты. Көйлектеріңіз егер жаңа артқыңыз келсе, осылай кружева тігіп алуға болады. Жағасына да жеңіне де кез келген жерін әдемілеп жасауға болады.